Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында өзіміз қолдан чикен дайындайтын боламыз. Сырты қытырлақ, іші толық пісіп шығады, өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен тауық аяқтарынан жасайын деп жатырмын. Осы тауықтың аяқтарын алып, ыдысыма салып алдым. Үстіне тұз, паприка және бір ас қасық пісте май құйдым. Одан соң үстіне қара бұрыш сеуіп, су құйдым. Тауық аяқтары бататындай салқын су құямын да осылай кемде 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямын. Енді бөлек ыдыста ұнға тұз және паприка қосып араластырамыз. Барлық құрамның мөлшерін әпсенеге қалдырып кететін боламын. Менде тауық аяқтары тоңазытқышта кемде 2 сағаттай тұрды. Енді тауық аяқтарын алып, осы ұнымызға жақсылап аунатамыз. Одан соң осы маринатталған суына қайтадан батырып, қайтадан ұнға аунатамыз. Сонда сырты қытырлақ болып шығады. Дәл осылай барлық тауық аяқтарын бірінші ұнға, одан соң қайтадан өзінің суына маринатталған, одан соң қайтадан екінші рет ұнға батырамыз. Барлығын солай 2 рет ұндап шығамыз. Енді осы тауық аяқтарын қатты қызып тұрған майда орташа отта пісіреміз. Оттың асы қатты емес, жай емес, орташада тұру керек. Осы чикендерімізді екі жағынан аударып отырып 15-20 минуттай пісіреміз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да өте ерекше ыстық тағамдардың түрлі рецептері көп, және тәттілердің де рецептерін таба аласыздар. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы пісіп дайын болғаннан кейін осы чикендерді жақсылап майынан сүзіп аламыз да салфеткеге осылай орналастырамыз. Сонда майын салфетка сіңіріп алады. Бұлай тек тауық аяқтарынан ғана емес, тауық қанаттарында алып жазсаңыздар болады. Менде тауық аяқтары болғаннан кейін етті болады, сондықтан мен көбірек ұзақ пісіретін боламын. Сіздер тауық қанаттарынан жасайтын болсаңыздар, олар тезірек 10 минуттай ғана піседі. Мен осылай барлығын пісіріп алып, қасына кетчуппен ұсындым. Сіздер басқа да соустармен ұсынсаңыздар болады. Чикеннің сырты қытырлақ, өте дәмді болып шықты. Сіздер де сатып алмай-ақ осылай жасап көріңіздер. Міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Егер менің видеом ұнаған болса, мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеом соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.